Все, досым, барып қайтайық, конечно. Бірақ Вьетнамға тегін баруға болады ғой, соны қолданып бір тегін барып қайтпадық. В общем, маған Әділжан мынандай сообщение жіберіп жатыр да. Аудио жіберді, Вьетнамға барайық деп. Досым Вьетнамға бір барып қайтпадық, қолымда 1,5 миллион тұр, короче, бір от души демалып жатыр. Ал тұр 670 мың айналып тұр. Турды жібереді. 670 мың теңгеге айналып тұр дейді. Давайте осы турына қалай тегін баруға болады, соны көрсетіп жіберейінші бәріне. Мына Каспийға кіреміз, жаңа Каспий Travel'ға. Кірсек, дәл жаңағы тур шығады да. Мынау бір 5 жұлдыз отель ғой деймін, 655.398 теңгеден шығады. Қалай тегін барамыз? Осы жерден бастап мұқият тыңдаңыздар. Оның қалтасында 1,5 миллион теңгесі бар, 655.300 теңге. Осыны 24 айға рассрочка қалсақ, ай сайын 27.300 теңгеден шығады. Енді 1,5 миллион теңгесін не істейміз оны? Бірден сатып алып, жартысын жұмсап тастағанша былай жасауға болады. 1,5 миллион теңгесін давайте көбейтейік 23%-ке. Сосын бөлеміз 12-ге. Қарайық, 28.750 теңгеден шығады. Енді қадамдар, жаңағы турды рассрочкаға алса, содан кейін ай сайын 27 мың төлеу керек. 1,5 миллион теңгесінен ай сайын 28 мың түсіп тұрса, онда рассрочканы жабатын еді, қалтасында 1,5 миллион қалатын еді. Ал сол ай сайын түсіп тұратында қалай жасауға болады? Ол үшін мына Табыс Проға кірейік. Сол жерде облигацияның түрі көп, любой бір облигацияны ашайық та, мына купонына қарайық. 23% ай сайын дейді. Яғни 1,5 миллион теңгесін бір жақсы зерттелген 23% кіріс беретін, ай сайын кіріс беретін облигацияға салса, все, жаңа турды тегін алды деп есептей берейік. Бірақ облигацияны қалай үйренем дейтін кісілер болса, біздің Recap деген сайт бар. Соның ішінде облигация курстары да бар. Көрсеңіздер болады. Ал бұл видеоны поделиться деңіз да, жақында шетелге барғысы келіп жүрген достарға жіберіп қойыңыздар. 5 мың лайк жинасаңыздар, осындай лайфхактарды көбірек түсірем.